Шаштың көп түсуі ағзадағы қандай витаминнің тапшылығынан болуы мүмкін? Бұл туралы осы видеодан білетін боласыз. Видеоны соңына дейін көріңіз. Шаштың түсуі кейбір әйелдер мен ер адамдардың үлкен мәселесі. Шаш неліктен түседі және шаштың түсуі ағзаға қандай дәрумендердің жетіспейтіні туралы айтуы мүмкін. Сау адам үшін бір күнде шаштың белгілі бір мөлшерінің түсуі қалыпты жағдай. Адамның шашы күніне 100 талшыққа дейін түсуі мүмкін және бұл патология болып саналмайды. Ал егер шаш тым көп түссе, онда оның түсу себебін, яғни ағзада туған не мәселе екенін анықтап қарау керек. Сіз ойлауыңыз мүмкін, дәруменнің шаштың түсуіне қандай қатысы бар деп. Әрбір шаш тері астындағы шаш фолликуласынан түзіледі. Мұнда шаштың әдемі көрінісіне жауап беретін күрделі биохимиялық процестер жүреді. Дәрумен ағзаға түскеннен кейін фолликулаларға еніп, жаңа сау және әдемі шаштың өсуіне ықпал етеді. Осылайша дәрумендер жасушалардағы қоректік заттардың алмасуына қатысады. Сондықтан олар жетіспесе, шаш сынғыш, түтіккен түсте болады. Шаштың шамадан тыс түсуі ағзада қандай витаминдердің тапшылығынан болуы мүмкін? Әрине, шаштың жай-күйіне С, А, Ф, Е, В8 дәрумендер тобының жетіспеушілігі әсер етуі мүмкін. Сонымен қатар шаш биотин, иод және мырыштың жетіспеушілігінен де көп түседі. Егер ағзаға Е және В дәрумендерінің, фолий мен никотин қышқылдарының, сондай-ақ магний, кремний, кальцийдің жетіспесе, шаштың өсуінің баяулайды. Ал қайызғақ ағзада В6, пиридоксин, В12, А, Ф, биотин жетіспейтіндіктен пайда болады. Шаштың түсуі басқа да себепке байланысты болуы мүмкін. Ең маңыздысының бірі гормоналды бұзылу. Бұған мысалы ағзада тестостерон гормоны деңгейінің жоғарылауып кетуі мүмкін. Қалқанша безі гормоналды фонының бұзылуы шаштың түсуіне әкелуі мүмкін. Бұл гипотиреоз немесе гипертиреоз туралы. Сондай-ақ шаштың түсуіне өткір инфекциялар, соның ішінде жаңа коронавирустық инфекция себеп болуы мүмкін. Сондай-ақ шаш қатты күйзеліс, дұрыс емес жасалған күтімге және басқа себептерге байланысты түсуі мүмкін. Шаштың саулығы мен сұлулығына әртүрлі витаминдер мен микроэлементтер жауап береді. Мысалы, А витамині немесе ретинол кератин синтезін белсендіреді. Шашты қалыптастырудың негізгі компоненттерінің бірі болып саналады. Сонымен қатар ол май өндірісін реттейді. Зақымдалған шашты қалпына келтіруге көмектеседі. Жылтыр береді және жалпы сау етеді. Ол ақсерке, бауыр, жұмыртқа, май, сәбіз, асқабақ, брокколи, авокадо және тағы басқа өнімдер құрамында бар. Ол денеде жиналады. Сондықтан артық болу зиян келтіруі және шаштың түсуіне әкелуі мүмкін. С дәрумені не аскорбин қышқылы күшті антиоксиданттардың бірі ретінде белгілі. Ол коллаген өндірісіне, бас терісіне пайдалы әсер етеді. Фолликулалардың дұрыс жұмыс істеуіне көмектеседі. Метаболикалық процестерді және капиллярлардың тонусын жақсартады. С дәрумені цитрус, ананас, итмұрын, тәтті бұрыш, қарақат, ақжелкен, қырыққабат және тағы да басқа құрамында кездеседі. Е дәрумені бос радикалдардың деструктивті әсерімен күресетін тағы бір күшті антиоксидант. Е дәрумені шаштың түсуін баяулатады, өсуді тездетеді және фолликулаларға қоректік заттардың түсу процесін жақсартады. Ас жапырақ, авокадо, бадам жаңғағы дәруменнің жақсы көзі болып табылады. Құрғақ тері мен шаш мәселелері Ф дәруменінің жетіспеушілігін көрсетуі мүмкін. В8 дәрумені жаңа шаштың өсуін күшейтуге және бұрыннан бар шаштың түсуін азайтуға қабілетті. Сонымен қатар В8 дәрумені шаштың құрылымына оң әсер етеді. Тіпті ақ шаштың пайда болуын тежеуге көмектеседі.
иод-тироксин гормонын қалыптастыру үшін қажет. Жүйке жүйесінің қалыпты жұмысы үшін маңызды. Егер адам ағзасында иод жеткілікті болса, ол күшті, жылтыр, бұйра шашпен мақтана алады. Мырыш сау шашқа қажетті негізгі элементтердің бірі болып есептеледі. Егер ол жетіспесе, шаш баяу өсе бастайды, түседі және ақ шаштың ерте пайда болу қаупі бар. Егер сіз осы жетіспеушіліктің орнын толтырсаңыз, шашыңыз тез өседі, серпімді және тегіс болады. Ал шаштың түсуі B12 дәруменінің тапшылығымен тікелей байланысты болуы мүмкін. Себебі ол қанның қызыл денелерінің саулығына жауап беріп, шаш фолликулдарын оттегімен қамтамасыз етуге көмектеседі. Мамандардың айтуы бойынша B12 жүйке жүйесінің жұмысын реттеп, адам ДНК қалыптасуында маңызды рөл ойнайды. Бұдан бөлек қанның қызыл денелерінің саулығын қамтамасыз етіп, соның арқасында олар шаш фолликулдарын оттегімен қамтамасыз етеді. Ағзада B12 дәрумені тапшы болған кезде шашқа оттегі жетіспей, олардың қалыпты өсуі тежеліп түсе бастайды. Ал B12 дәруменінің тапшылығын орнын толтыру үшін арнайы қоспалар, B12-ге бай азық-түліктермен тамақтанған дұрыс болады. Сондықтан сізде шаш түсуінің жиілеуі байқалса, мынау өнімдерді өз рационыңызға қоссаңыз болады. Ол үй құсы еті, бауыр, жұмыртқа, ақсерке, треска, сүт, соя, астық дақылдары және ашытқы. B12 дәрумені жаңа шаштың өсуін күшейтуге және бұрыннан бар шаштың түсуін азайтуға қабілетті. Сонымен қатар B12 дәрумені шаштың құрылымына оң әсер етіп, тіпті ақ шаштың пайда болуын тежеуге көмектеседі. С дәрумені немесе аскорбин қышқылы күшті антиоксиданттардың бірі болып саналады. Ол коллаген өндірісіне, бас терісіне пайдалы әсер етеді. Сонымен қатар фолликулалардың дұрыс жұмыс істеуіне көмектеседі. Метаболикалық процестерді және капиллярлардың тонусын жақсартады. С дәрумені цитрус, ананас, итмұрын, тәтті бұрыш, қарақат, ақжелкен, қырыққабат және тағы да басқа өнімдердің құрамында бар. Ал А дәрумені немесе ретинол кератин синтезін белсендіреді. Шашты қалыптастырудың негізгі компоненттерінің бірі болып саналады. Сонымен қатар ол май өндірісін реттейді. Зақымдалған шашты қалпына келтіреді, жылтыр береді және жалпы шаштың сау болуына әсер етеді. Ол ақсерке, бауыр, жұмыртқа, май, сәбіз, асқабақ, брокколи, авокадо және тағы да басқа өнімдердің құрамында бар. Ол денеде жиналады, сондықтан артық болуы зиян келтіруі және шаштың түсуіне әкелуі мүмкін. Осы айтылған өнімдерді күнделікті рационыңызға қосыңыз. Ал осы видео сізге пайдалы болса, жақындарыңызбен бөлісіп, каналға тіркелуді ұмытпаңыз.